ол ұлттық генетикалық кодты қалыптастырды. Яғни әр ұлттың, керек десеңіз рудың, керек десе тайпамен бірге атана, жанұя, семьядағы жағдайды қалыптастырды. Соның нәтижесінде бізде жетата деген тұқым түсінік шықты. Енді осы аталық қасиетті құрмет тұту барысында осы жетатаға дейін қыз алыспау қағидасы бүгінгі таңға дейін бізге келді. Қазір кейбір адамдарымыз, бауырларымыз шариғатта оқып, дінді мүмкін хадистер оқығаннан кейін ондай нәрсе жоқ екен. Шариғатта жетата жоқ деп бөлелер бірін-біріне үйленуге мән беріп осыған үйленіп жатқан жағдайлар кездесіп жатыр. Және маған жиі қойылып жатқан сұрақтар бар. Осының нәтижесінде біздің аталарымыз қадірлеп, қастерлеп келген ұлттық кодымыз жойылу үстінде тұрады. Бұл нәрсе дұрыс емес. Әлбетте бұл шариғатта жоқ, бірақ сөйтсе де алыстан үйлену шариғат құптайтын дүние. Ол екі жақын туған бірін-бірімен үйлену бұл қан бұзады және оның келешек ұрын-бұтағына өзіндік кері әсерін бергізетін дүние. Сондықтан ардақты бауырлар, қарындастар, осы нәрсеге назар аударып, анағұрлым қан тазалығына, жетата тазалығына, кезінде ұстанған аталарымыздың қағидасына біз оралуымыз керек. Ол жолда осы сізбен біздің құралымыз, иманымыз, исламымыз, дініміз болады. Алла тағала баршаларымызға осы қағидамен өмір сүруге нәсіп етсін.